Сәлем достар, сіздермен бірге Puzzle Life арнасы. Менің есімім Әділ. Ал менің есімім Доча. Бүгінгі видеода достар біз ерекше қытайлық тағамдардың рубрикасын жалғастыратын боламыз. Бүгін біздің дастарханымызда өте қызықты тағамдар тұр. Қараңыздар, қытайлық грибной лапша, яғни саңырауқұлақтармен осындай кеспелері жалпақ, ащы перец майына қуырылған осындай бізде лапша, ащы бұрыштың майына пісірілген деп жазылып тұр. Енді көрейік қазір қандай болады. Мынау осындай сыртында жүрек болғаннан кейін вкусный бола ма деп ойладым. Кәдімгі сиыр етімен, дәмді приправалармен деп тұр. Кисло, острая лапша деп тұр. Білмеймін, ондайды ешқашан жеген емеспін. Бүгін бірінші рет осындай дәммен лапшаны жеп көремін. Маған өте қызықты болып тұр. Осындай жүзімнің шырыны, ішінде байқасаңыздар кішкентай жүзім жүр. Бұл да қытайлық өнімдердің бірі. Крышкасы мына жаққа да ашылады. Бүгінгі видеомыздың басты кейіпкерлері осындай тофу. Осы күнге дейін қанша адамдар айтты, осы тофуны жеп көрші деп, бірақ мен ешқашан жеген емеспін. Тек қана латяуларды жедік, анау-мынау. Міне бүгін осындай ерекше тофу болады. Ең қызығы мына жерде қытайлық шашлық деп аудармасына жазылып тұр. Қазір қытайлық шашлық қандай болатынын көреміз. Сіз дәл қазір лайк басыңыз және арнаға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Ал мен бастайын. Бұларды бастамастан бұрын лапшаларды әзірлеп қойсақ дұрыс болады ғой деймін. Бүгін менің қасымда Доча отыр, біздің мысығымыз. Так, вау! Май қараңыздар, қандай сұйық. Наның лапшасы достар, осындай қараңыздар. Жалпақ кеспе осындай мінекей. Тонкий жалпақ кеспелер мінекей. Ашлямпул лапшасы. Ішінде бір шама специялар бар, 4-еу шықты. Так, Доча, кет. Ойбай. Жалпағырақ ашу керек еді. О, мінекей, кетті. Сондай ыңғайсыз сұйық болғандықтан. Прикиньте, достар. Вообще мынандай бірінші рет сезіп тұрмын. Мынаның лапшасы осындай. Прикиньте. Мынау айтпақшы гречка бар ғой. Гречканың ұнтағынан істелінген лапша. Мына приправалардың сыртында комикс сияқты қараңыздар. Мен осындай комикстар бар. Ащы және осындай сұйық соус. Мынандай гречневый лапшаны қай жерден көрдіңіздер сіз? Салдым. Енді приправаларын. Кунжут. Мынандай сұйық. Соус қой мынау? Келесі бізде осындай говядинаның дәмімен лапша. Мынау более-менее біздің лапшаларға ұқсайды. Иісі, дәмі. Бұл жерде осындай стандартный үшеу шықты. Біріншісі ол әрине көкөністер. Екіншісі құрғақ дәмдеуіштер. Үшіншісі сұйық дәмдеуіштер. Мына жерде уже иістер араласып бір түрлі болып жатыр. Мынаның 5 бармақтың иісі ғой мұнда. Соңғысы қалды саңырауқұлақтың дәмімен. Мынау енді вообще басқандай қараңыздар. Сіз біздің дүкендерімізде осындай лапшаларды көрдіңіз бе? Ішінде даже сезіп тұрған жоқпын лапшаны. Прикиньте. Сағыз бен саңырауқұлақтардың иісі. Прикольно. Ого, мынаның лапшасы вообще мынандай қараңыздар. Мынаның ішінде де 3 дәмдеуіш. Құрғақ. Аппақ қой. Ал мынау грибной супчик. Қараңыздар. Мынау бізде ащы лапша. Бірінші дайындағанымыз. Мынау бізде гречневый лапша. Мынау говяжий. Ал мынау грибной. Қазір құйып тастайық барлығына. Көп құймайық. Лапша пісетіндей ғана құяйық. Тез арада осылай пісе қоймайды, сондықтан ауыздарын жауып қойсам дұрыс болады. Видеоны соңына созбай қазір дәмдерін көріп тастайық. Мынау бізде қазір сіз экранда көріп тұрсыз, тофу острый. Көрейік. Мыналар жабысқан ба осындай. Мінекей достар, тофу осындай. Ал, бисмилля деп көрейік. Мен қорқып тұрмын, прикиньте.
шын айтайын, аса мен ащы заттарды көп жегем, но онда ащы емес. Былай түріне қарағанда иісі латеоның иісіне ұқсайды, бірақ ондай емес. Дәмі резинка сияқты. Кәдімгі резинкеге бір ащы соус салған сияқты. Өзінің дәмі вообще жоқ. Мына үстіндегі ащы май болмаса. Так, алып тастайық мынаны. Көрдік дәмі қандай екен. Енді мынаны көрейік. Шашлык тофу деп тұр. Қазір дәмін көреміз. Мінеке достар, осындай шашлык, қараңыз. Иісі прикольный болып тұр. Дәмі дәл иісі сияқты болса, өз бағасына 500 теңгеге стоит деп ойлаймын. Ащы суда піскен етке ұқсайды. Сондай ащы суда піскен ет мына. 100%. Жик. Біздің лапшамыз дайын болған сияқты. Қазір көреміз дәмі қандай екен. Мынандай қамыр сразу ұсталынды, қараңыздар. Мінеке піскен дайын түрі осындай. Қазір көрейік. Мынау тема. Мен енді точно мынандайды өзіме алам. Өте күшті мынау. Мыналардың дәмі қандай болатынын білмеймін, бірақ мынау маған өте қатты ұнады. Кеспенің консистенциясы кәдімгі дашырақ, роллтондардағы сияқты емес, вообще басқанда резинка сияқты тема. Реально айтайын, мынау маған ұнады. Так, бисмилля. Басында мен мынаны алғым келген жоқ, шыны керек. Сөйтсем дәмі тема екен. Гречневый лапша, кеспе осындай. Мүлде басқандай, приятный, резинка сияқты ма. Жеткізе алмай тұрмын, что-то сіздерге бар ғой. Прикольный, бірақ мынаған пока жететін деңгейде емес. Бағасын былай және былай беретін болсақ, мен мынандай баға қоятын едім. Мына уже біздің классический бич пакеттерімізде ұқсайды. Күшті говядина, почему-то куриный дәм шығыпты мұнда. Жалпы пока жаман дәммен лапшаны кезіктірген жоқпын. Тарелкада вообще қазір жайма сияқты болып кетті мыналар. Но кәдімгі жайма ғой, прикиньте. Ал дәмін көрейік грибной суптың. Онша емес, кажется. Мінеке қамыр, как будто бір-біріне жабысып қалған шикі қамырға құсайды кішкене. Грибной деп тұр да? Бірақ вообще грибной емес. Мінеке достар, бүгінгі шоуымыз өзінің аяғына да жетті. Сіздерге бүгінгі видеомыз ұнаған болса, міндетті түрде лайк басыңыздар. Төмендегі подписаться батырмасына осылай басып, арнамызға тіркеліңіздер. Ал бүгін сіздермен болған мен Әділ. Бүгінге осы пазлға жазыл. Бөлмен бәрі сасып кетті ужас. Енді осының бәрін жинау керек қазір.